Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Google AI және Kling AI платформалары арқылы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде комикс және мультик жасау үшін қалай қолданатынымды көрсететін боламын. Бірінші кезекте біз Google AI-ға кіру үшін Google-ға кіріп, Google AI Studio жазамыз. Ең бірінші тұрған Google AI Studio'ны басамыз. Мен бұрын тіркелгендіктен мен бірден кіріп тұрмын. Ал сіздер өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы кіре аласыздар. Кіргеннен кейін байқасаңыздар, бірінші детская площадканы таңдайсыздар. Бұның ішінде біріншіден чат-бот бар, және фото жасауға болады, және сіздердің мәтіндеріңіз арқылы аудио мәтін жасауға болады, және видео жасауға болады. Бізге комикс жасау үшін ең бірінші генерация изображение керек. Оны басқаннан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай нано бананы ең бірінші ақылы түрде, екінші тегін түрде қолдануға болатындығы тұр. Біз тегінді басамыз, сол кезде сіздерде қолдануға болады деген галочка шығады. Оң жақ шетінен көріп тұрғандарыңыздай, бізге керекті форматын таңдаймыз. Біздің комикске керек формат 16:9 форматы. Форматты таңдап болғаннан кейін бізге қандай сурет керек, соны нақтылап жазу қажет. 1 минуттан аз уақыт ішінде бізге керекті суретті дайындап береді. Біз қалағандай суретті жасап берді. Енді осы суретті сақтаймыз да, өздеріңіз комиксті қандай сайтта немесе платформада жасайсыздар, қолдануға болады. Мен Canva'да қолданамын. Ендігі кезекте мультик жасау үшін бізге Kling AI платформасы керек. Ол үшін Google-ға Kling AI деп жазып, осы сайтты таңдайсыздар. Сайтқа өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы тіркеле аласыздар. Бұл сайт ақылы түрде жұмыс жасайды, дегенмен де өздеріңіздің тегін мүмкіндіктеріңізді қолдана аласыздар. Сайттың сол жақ шетіндегі басты мәзірді басып, генерация видеоны ашып, бізге қажетті суретті таңдаймыз. 5 минуттан кейін мультиктің бір кадры дайын болады. Назарларыңызға рахмет.